Сәлем достар, біз бүгінгі видеоблогымызда үйіміздегі кішкентай балаларымызға тіске басар әзірлейміз. Ол жаңағы мынандай кішкентай шұжықтар немесе сосиски деп жатады. Қазір әзірлейтін боламыз. 2 жұмыртқамыз қажет, 1 стакан сүт, 200 грамм ұнымыз және жарты шай қасық тұз керек болады. Сосискаларымыз керек және мынадай ағаш шанышқы қажет болады. Біз тұз, жұмыртқа, сүт, ұнымызды қосып, осындай қамыр дайындап алдық. Енді біз қазір сұйық майымызды қыздырып аламыз. Біз майымызды құйып, отымызды жағып қойдық. Енді осы майымыз қызғанша біз сосискаларымызды шанышқыға орнатып аламыз. Сосискаларымызды шанышқымызға орнатып алдық. Енді қазір қамырымызға салып алып, майға қуыратын боламыз. Біздің майымыз қызды. Енді біз сосискамызды аламыз да осы қамырымызға осылай айналдыра қамырға орап аламыз. Ақырындап осылай қызған майымызға салып пісіреміз. Мінекей осылай пісіріп аламыз. Бүгінгі сосискаларымызды әзірлеп болдық. Жаңағы майға пісірген кезде оттың астын азайтып, асықпай сарғайтып пісіреміз, өйткені арасы шикі болып қалмас үшін. Егер рецепт ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Асәлеммен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.